Армысыздар, қадірменді көрермен қауым, сіздер Аграрлық несие корпорациясының YouTube арнасын тамашалап отырсыздар. Бүгін біз Аграрлық несие корпорациясы Астана филиалының жұмысы жайында әңгіме өрбітсек деп отырмыз. Алдымен студия қонақтарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Аграрлық несие корпорациясы Астана филиалының директоры Махамбет Тұрмаханов мырза бүгін бізде қонақта, және болашақ бір шаруа қожалығының жетекшісі Алтай Сағымбаев мырза. Қош келдіңіздер. Енді Махамбет мырза, ең алдымен жаңа сөздің басында айтып кеткендей, Астана филиалының жұмысы туралы сұрағымыз келіп отыр. Былтырғы жылмен салыстырғанда биыл қанша ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді қолдадыңыздар? Салыстырмалы түрде қаржының көлемі мен несие алушылардың саны артты ма? Осыдан бастасақ. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мынау негізі Аграрлық несие корпорациясының басты мақсаты осы ауыл тұрғындары мен ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне жеңілдетілген қолжетімді несие беру болып табылады. Енді негізі Аграрлық несие корпорациясы Қазақстан бойынша әр өңірде бар, және де осы Астана қаласында да филиал қарастырылған. Негізі біздің филиал осы Ақмола облысының 8 ауданына жаңағы несие береді. Енді мынау несие беру саны мен сомасына келетін болсақ, 2023 жылы 380 кәсіпкерге 20 миллиардтай қаражат бөлінген болса, қазіргі таңда бұл сан осы бүгінгі күнге 24 миллиардты құрап, 400-ден аса кәсіпкерге несие бердік. Және де жылдың аяғына дейін қосымша тағы да 4 миллиардтай қаражат бөлеміз. Сонда жылдың соңына дейін 28 миллиард қаражат бөлсек, былтырғымен қарағанда енді 8 миллиардқа асып тұр. Ол дегеніміз енді жақсы, осы кәсіпкерлерге жақсы дүние деп ойлаймын. Негізі осы бағдарламаларға келетін болсақ, осы қазіргі таңда бізде үш басты бағдарламалар бар. Оның ішінде мынау Кең дала 2 деген көктемгі егіс жұмыстарын және де күзгі жиын терім жұмыстарына қаржыландыру беріледі. Бұл бағдарлама бойынша егін егетін фермерлерге несие 5%-мен беріледі. Және де бұл бағдарламаны кәсіпкерлер тікелей алуға мүмкіншілігі бар, және де несие серіктестіктер арқылы, екінші деңгейлі банктер арқылы, және де әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар арқылы алуға болады. Бұл дегеніміз, яғни кез келген жерден кәсіпкер қай жерден ыңғайлы, сол жерден ала алады. Бұл бағдарлама жаңа айтып өткенімдей 5%-мен беріледі. Және бұл бағдарламаның тағы бір артықшылығы, бұл бағдарлама бойынша кәсіпкер кепілзатты 15%-ын ғана береді. Қалған 85%-ға даму қоры арқылы кепілдендіру алынады. Кепілдендіру тегін десек те болады. Осы жаңағы кепілдендіру арқылы жаңағы өзінің кепілзаты жоқ кәсіпкерлер несие алады. Екінші бағдарламамыз бұл агробизнес бағдарламасы. Бұл енді универсалды бағдарлама деп айтуға болады. Бұл бағдарлама бойынша осы ауыл шаруашылығына қатысты кез келген жобаны қаржыландырамыз. Оның ішінде жаңа өндіріс болсын, егін терім болсын, қайта өңдеу болсын, кез келген осы ауыл шаруашылығына қатысты бағдарлама. Бұл бағдарлама бойынша несие 22%-мен берілгенмен, оның ішінде кәсіпкер 6%-ын ғана төлейді, 16%-ы мемлекет тарапынан субсидияланады. Бұл бағдарлама бойынша енді айтып өткендей, малға болсын, жаңағындай техника, трактор алуға, немесе жаңағындай завод салуға, қайта өңдейтін, немесе жаңа бір өндіріс ашуға, сондай кез келген бағытта несие алуға болады. Және үшінші бағдарламамыз, ол жаңағындай іскер бағдарламасы, ол микроқаржылар болып табылады. Бұл бағдарлама бойынша енді 6%-бен 7 миллионға дейін қаражат бөлінеді. Бұл жаңағындай ауыл жерде, мысалы, ауыл шаруашылығына қатысы жоқ кәсіпке алуға болады. Мысалы, СТО ауылда аптека ашқысы келеді кейбір кісілер. Және де жаңағындай тамада болам дейді. Сондай кез келген кәсіпте ондайды қаржыландырамыз. Осы енді
ең тоқтайтын осы 3 бағдарлама бар. Түсінікті. Алтай мырза, енді жаңа айтып өтті Махамбет мырза, 400-ге жуық кәсіпкерге біз несие бердік деп. Олардың қатарында өзіңіз де бар шығарсыз. Әрине, сол мен негізі бұрын несие алмайтын да. Баяғыда Уоррен Баффет деген бір кісі бар екен. Сол кісі айтты: избегай больших долгов, действуй по своим возможностям деп. Сол кісінің сөзін қолданып, мен ылғи өз ақшам өзі шамам қаншаға келеді, соған шаға істейтін да. Ақшам бар ма, істеймін. Жоқ болса өзім бір нәрсе құрастырып сөйтіп жүретін да. Сосын енді біздің осы Целиноград ауданының жаңа товариществосында жаңа Сағат Қайыржанович деген біздің неміз бар, ағамыз бар. Сол кісі айтты: Алтай, сен басты қатырма. Сен неге андан сұрап, мындан сұрап сөйтіп жүресің? Келшиш. Мен сені баяғыдан бері білем. Кел, бұнда төке сенімді адамдар ғана бар. Ақшасын төлейлетін адамдар ғана. Анау-мынауды шақыра бермейміз, бірақ мен сен білгеніңе кел, мен саған ақша берем деп сөйтеді. Сосын жаңа неге өзі жаңа уставной капитал дегенге ақшаны қосасың, соған бойынша жаңа неге несие аласың. Несие серіктестігіне кірдіңіз ғой, 20 есе. Салған ақшаны 20 есе несие аласың. Сосын жаңа келді, енді бірінші рет ақша алдым, енді қағаздың жұмыстары бар екен енді. Қағаздың жұмысы бар екен, біраз қағаз дайындап, жаңа кепілдік салып, бәрін істедік. Енді ол біраз шаршата құрап жүрді кішкене. Сосын ойладым, ойбай, осы мен неге айналыстым деп бір жағынан ойлап қалғам. Бірақ қызығының бәрі ар жағында екен. Ол бір рет сілінетін нәрсе екен жаңа. Ар жағында ақша, рақат, ақшаны алдым. Бірақ енді бәрін қайта жұмсадым, не істедім, бәрін неге бәрін айтып отырасың, қайда жұмсағанын бәрін біледі. Бірақ процент жаңа пайыз төмен пайызға береді, екіншіден ыңғайлы екен жаңағы. Сонымен бірінші жыл алдым, екінші жыл алдым, жаңа енді осы ақырғы алған несием, егіннен басқа мал ұстаймыз, соған анандай қазір Қытайдың погрузчиктері келіп жүр ғой енді. Иә. Тамаша, жақсы, арзан өзі. Сонымен келдім де жаңа соны алдым, 5-7% қалдым жаңағына. Ол еще 6 жылға. Қай бағдарламамен алдыңыз? Агробизнеспен. Агробизнеспен 6 жылға алдым. Жаңа келді, бірінші жылы келді, жаңа 34 мың теңгеден жаңа 33 мың 440 теңге. Содан барамын ай сайын төлеп отырам. Бірінші жылы келді, жаңа орысша айтқанша основной долг дейді ғой, содан 100 мың теңге төледім. Ендігі жылы сол 1 миллион 760 теңгеден сол 5 жыл төлеу керекпін. Рақат, былай білінбейді, жаңа холодильник алған сияқтысың ғой, холодильникқа төлегенде 16-17 жылы, сол сияқты жаңа погрузчикқа жаңа 33 мың 440 теңге төлеп отырдым. Қалған ақша болды тағы менде 12 миллион разница, жаңа 5 миллиондай. Сосын жаңа кредитіндағы менеджер айтты: сізге ақша керек болса айтыңыз. Кең дала деген қазір не бар? Программа, сол бойынша сізге бере аламыз ақша. 5% деді маған. Сосын келдім де өзі 2 жылдан бері егін кішкене нашарлау болды. Оның өзін шын айтайық. Кішкене жаңбыр болмады, күн ыстық болды, солай кішкене өнім төмендеу болды. Содан кейін келді ақша қажеттеу болды. Осымен давай алайын дедім. Алдым. Енді келді, алғашқы бидайды саттым да, жаңа алған нәрсені қайтарып беру керек қой енді. Алғаннан кейін жаңағы ақшаны қайтарып берейін деп неге жабайындап атсам, сол ақпанда алған ақша, осы жаңа осы қарашаның 16-сына жаптым мен, соған дейін 186 мың теңге үстінен төлеппін мен. Сосын айттым, ойбай, мынау рақат екен мынау. Сол мен алып, рақаттанып, ешкімге жалынбай, біреуден ақша алсаң, күнде оны көңіліне қарайсың, қай уақытта сұрақ болады деп, мынау бағдарлама тамаша. Маған өзім ұнады. Енді бір жағынан оны алған нәрсені қайтарып отыру керек. Оны алғаннан кейін оны уақытта бермесең, ертең сенім болмайды. Оның орнына жұмсау керек. Оны басшық көржек көрген жерге жұмсай бермейміз ғой. Әрине. Сол олар бізді сыйлап отқаннан кейін біз оны сыйлау керекпіз. Адам сияқты берді, адам сияқты қайтарып беру керекпіз. Сол себептен биыл енді мен 26 жылға дейін менде қар жоқ. Бірінші тапсырған бидайды апардым да жаңа несиені күллігі төлейтін жерім бәрін төлеп тишқана ұйықтап жатырмын. Шәрбамды әрі қарай жалғастырып. 12 миллион алған болып тұрсыз ғой сіз? Да, 12 миллион ақша менің мойнымда негізі 12 миллион. Общий лимит. Жоқ,
толығымен де жауап тастадым анау неге жаңа анау агро дедіңіз ғой, содан 26 жылы неде наурызда ғана төке маған енді 1.760.000 төлеу керек. Оған еше бәрін жауап қойдым. Оған еше тағы бір құдайдың жөнін бересіз ғой, емес пе? Әрине. Қазір одан басқа да шаруашылықтар бар. Қазір көктемде мына бидайды сатып неге басқа тұқым алайын деген көрдіңіз бе? Сосын комбайн жаңартқым келеді, тағы үйтін әртүрлі шаруалар бар ғой. Шаруашылық болғаннан кейін оның бір нәрсесін ескіреді, біраз жаңартасын, басқа тағы бір қосымша техника керек болады. Енді жаңа қойма бәрі бар. Көрдіңіз бе? Биыл көкте егінді шаба бастаған кезде жаңбыр жауды. Ол барда жұрттың бәрі қорқытып, ойбай күн ашылмайды, сендер осы барын шауып алыңдар, ертең бұдан да жаман болады, жаңбыр бидайын кішкене анау орысша айтқанда влажный дейді ғой, шауып беріңдер, қорықпаңдар, анау сосын алмай қаласыздар деп соқты. Сосын біз келдік та ойбайлап, жаңағыны 16, 17, 18-ге влажностьқа шауып, оны тазалап, лақтырып, әбден әлек болдық. Ол жаңа қойманың жанында негізі мен орын қалдырғамда, жаңа площадка дейді ғой. Далада площадка сияқты қойды дегенбіз, сол жерге барып, далада тазалап, кептіріп, керек болғаны кептіріп, ерті-қарты лақтырып, сосын қоймаға кіргізетін де болып. Сол площадканы бір қол тимей қойды. Шаруа деген көп болады ғой енді. Сосын бір жағынан ақша жетпей қалады, бір жағынан уақыт жетпей қалады. Сөйткен кезде сол болмай қалды, істелінбеген шаруа болды. Енді биылғы жағдайда мен түсіндім. Ол керек дүние екен. Ол керек дүние екен. Бәрін жұмыстың бәрін қойып, сол площадканы істеу керек болып тұр, көрдіңіз бе? Себебі мен қоймаға қазір кіргізсем, жаңа неге влажность көбірек бидайды кіргізсем, ертең оны сақтауға өте қиын болады, көрдіңіз бе? Ол ертең несі сапасы төмендейді, ол қызый ма, тағы бір бәле бола ма, ертең ол жұмсағанда оның бәрін шығарғаннан кейін оны жұмсау керек қой оны. Ол өнім болғаннан кейін оны жақсы ақшаға өткізіміз келеді. Ертең оны не істейміз ол үшін? Қызыл көру үшін істеп жатырмыз ол шаруаның бәрін. Сол себептен жаңағыны площадкаға салып, оны лақтырып, тазалап, уже керегіндей жағдайға келгенде қоймаға кіргізетін сондай істеу керек. Оған тағы, например, ақша керек болады. Ақшаны қайдан аласыз? Ақшаны кімнен аламыз? Сіздерге келеміз. Енді 5%-ға беріп тұрса, одан артық не керек енді? Сол емес пе, 5%. Енді мына Алтай ағамыздың жағдайын айтатын болсақ, негізі бұл кісі несие серіктестік арқылы қаржы алған. Мысалы жаңағы өзі айтып отқандай, КТ Целиноградская өзі айтып отқандай, жаңағы 600 мың теңге салып, 12 миллион линия ашқан. Сол линияның ішінде, жаңағы 12 миллион ішінде, өзі кез келген уақытта керек мақсатына қаражат ала береді. Мысалы келді, погрузчик керек болды, барды погрузчик алды. Одан ертең жаңағы көктемгі егіс жұмыстары, мысалы әртүрлі жағдайлар болады, жаңағындай сатып алушылар ақшаны қайтармай жатады. Сол кезде келеді, айналым толықтыруға маған қаражат беріңіз дейді. Сөзден алады да, ертеңіне жаңағындай ұзақ уақыт емес, 2-3 күнде әйтеуір ақшасын шотына түсіріп береді. Бұл жаңағындай бізден айтып өткендей қаражатты тікелей алуға болады, және де несие серіктестіктер арқылы алуға болады, және де жаңағындай екінші деңгейлі банк және әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация арқылы алуға болады. Мынау жаңағындай кредиттік серіктестіктің артықшылығын айта кетейін. Бұл енді кредиттік серіктестіктер біздердің өзінің жаңағындай шешім қабылдауға лимиті болады. Әр кәсіпкерге мысалы өзінің мүшесіне керек қаражатты өздері шешім қабылдайды. Осы ең тиімдісі осы кредиттік серіктестік. Махамбет мырза, жалпы мысалы шаруа өтінім бергеннен кейін қанша мерзім ішінде оның жаңағы сұрауы қанағаттандырылады? Енді мынау жаңа айтып өткенде бізде 3 бағдарлама бар. Соның ең тез қаралатыны бұл жаңа Кең дала 2 бағдарламасы. Бұл бағдарлама бойынша біз шешімді 7-9 күнде қабылдаймыз. Шешімді қабылдап, кәсіпкерге шешімін қолына беріп, бәрін сол мерзімде бітіреміз. Ал агробизнес бағдарламасы бойынша
ол жерде жаңағындай малды алуға немесе жаңағы өңдеуге болғасын шамалы талаптары көбірек. Ол жерде 15 күннің ішінде шешімді қабылдаймыз. Бұл жерде енді жаңағындай алдай ағамыз айтқандай құжатты негізі бірінші келгенде кәсіпкер бірінші келген кезде құжат саны енді көбірек болады. Себебі енді жаңағындай кәсіпкердің жаңағындай мемлекеттік органдарда тіркелген құжаттарынан бастап жаңағындай толыққан тексерістер ең соңғы 3 жылғы жаңағы қаржылық отчетностьтін қарап соның бәрін аламыз да, бірақ келесі жылы уже құжат саны азаяды. Себебі жаңағы бірінші рет келген кезде берген құжаттарды сұрамаймыз. Тек қана өткен жылдың жаңағы қаржылық отчетын сұраймыз. Сосын жаңағы банктен, жаңағы салық комитетінен справкаларын жаңартады. Болды. Сол құжаттармен келеді. Құжаттарға келетін болсақ, енді бұл жерде жаңа айтып өткендей, бірінші жылы ғана көбірек құжат, қалған жылдары ондай көп емес. Ең бастысы жаңағындай қарыз алушының мерзімінен өткен қарызы болмау керек. Және де кредиттік тарихы яғни. Кредит тарихы жақсы болған абзал. Және де жаңағы мемлекеттің алдында, жаңағы салық комитетінің алдында қарызы болмау керек. Ең басты талаптар сол. Қалған нәрсе енді ең бастысы сол, жаңағы несие алуға әлеуетті болса болды. Ондай көп талап жоқ. Алтай мырза, сіз қанша рет алдыңыз? Қазір мен сізге айтайын, осымен мен 3 мәрте алдым. 3 мәрте алдым, бірақ бұйырса алам. Жаңағы бірінші алғанмен қалған алғандардың айырмашылығы бар ма? Бар. Мен жаңа сізге айтып кеттім ғой, жаңа ең бірінші келгенде өте көп құжат керек болды. Енді мен қазір соны ойластырсам, соның бәрі дұрыс екен. Сен кімсің? Қайдан келдің? Қандай кәсіп? Қандай техникам бар? Сен істей аласың ба? Неше жылдан бері сен жинаған егін өнімдері қандай? Сосын барып банкта қандай жаңағы қимылдар болды сізде? Не сатып алдыңыз? Не жұмсадыңыз? Малым бар ма, жоқ па? Ол мал соны бәрін тексереді. Не деген бұл шаруашылық? Оған сенім білдіруге бола ма, боламай ма деген сөз ғой енді. Өзіңізде кім болса да мен біреуге қарызға ақша берсем айтамын ғой, но деген саудан ма, жоқ па? Әлде оған берсем ертең ақшам қайтып келе ме, қайтып келмей ме деген сияқты. Соның бәрін тексереді. Басында мен ойлағам, өте көп жұмыс екен деп, бірақ істеп алғаннан кейін рахат сосын болды. Айтып отырмын ғой, сіз айттыңыз ғой, бірінші жылы құжаттардың бәрін жинап бердім, ендігі жылы мазамды алған жоқ. Жаңасы айтпақшы, налоговыйдан құжаттар жаңа справка отсутствия задолженности дейді. Соны әкеп бердім, қарыз болмау керек. Сосын жаңа келді, жинаған өнімнің справкасы керек. Сельхозотделдан. Оны әкеп бердім. Сосын тағы бір справка, үшіншісі қайтсет, Банктен. Банктан справка, банктан справкасы, сол үш справканы әкеп бердім. Болды. Үш справканы, ол өзі опы ғой. Ана қазір Сарбанк деген бар телефонда. Банктың бүкілік жаңа счет бойынша қимылдың бәрі болады. Соны жаңа кнопкасын басып қалсаңыз, справка алып шығады. Мен сізге бере қоямын справканы. Налоговыйда компьютерден алып шыға қоясыз. Оңай. Жаңа справка, бірақ справка сельхозотделға звондасаңыз, қазір соткаңызға бір 15 минут ішінде лақтырып жүреді. Сонда сіз бір күнде бүкіл құжаттарын бәрін бере қоя аласыз. Енді мен былтыр соны сұрағанда, сол құжатты бір-ақ күнде бердім. Сол қазір естім жоқ, бір жетті ме шешілді ау деймін сол. Рахат қой. Жаңа бір жетінің ішінде шешілді. Маған жаңа кредитнаға менеджеріміз звондады, айтты, счетыңызды байқаңызшы, ақша түсті ме деп. Қарасам, ақша түсіп қапты уже, көрдіңіз бе? Сосын мен өзімше айтқам, ойбай, ертерек түсті ғой, адам тойымсыз болды ғой. Пәлді болғаннан кейін солай ғой енді. Сол жаңа ақша ертерек түсіп қойды, процентін төлей беремін, пайызын жаңа деп сөйтедім. Ренжімен сонда 5% деп сөйтеді. Сол жаңа айтып отырмын ғой, соны ақпанда алғанда жаңа міне қарашаның 16-сына төлегем. Сол 5 миллионға 186 ақпан теңге төледім. Одан артық не керек? Енді өзімше мен оны есептеуге де уақыт болған жоқ. Ойша жайыққа ойымша етіп келіп келістіріп отқам.
бір 250-260 мың теңге төлейтін шығармын, оны өзі ештеңе етпейді деп ішімнен ойлағам. Енді тіпті қуанып кеттім мен қалтам тесіп бара жатырмын, ар жағына қалса 80-90 мың теңге қалтамда қалса. Солай емес пе? Негізі дұрыс, өзім қазір қуанып отырмын. Осы ұжымға кіріп, осы кісімен жұмыс істеп отқаныма. Енді бір жақсы жері тағы жаңа менеджерлары, жаңа мамандары бәрі білімді адамдар. Біздің неде Ценеградскийда білімді, сондай сыпайы, тәрбие көрген Сағдат Қайранша бастық айтады. Алтай дейді, бауырым, мен осы ана балалардың бәрін тәрбиелеп отырмын дейді. Осылардың бәрі ертең үлкенді сыйлап, кішкентайды еркелетіп, сөйтіп жүрген соған үйретіп отырмын дейді. Қазірден осы жерде өз балаларым сияқты тәрбие көрсетіп отырмын дейді. Сонда Алтай Сағынбайыш деп сөйлейді. Мен айтсам, әкет бір қанша деген жоқ. Алтай ағаң деп айта берші деп, жоқ, осылай болу керек деп сөйлейді. Сол жаңа келді, қандай қағаз керек, ойбай ертең бір күні деп ренжіп бүйтпейді. Кәдімгідей сол тәрбие көрген балалар, соған риза қылады солар. Соның бәрі жақсы негізі. Түсінікті. Махамбет мырза, енді осы Алтай ағамыз сияқты сенімді тұтынушылардың пулы ма екен, сондай бір тізім бе екен, яғни жұмыс істеуге ыңғайлы, жауапкершілігі бар, сондай тізім, сондай адамдардың бір несі жоқ па сіздерде? Былайша айтқанда. Бізге енді негізі біз арқылы осы ауыл шаруашылығын қатысты кәсіпорны бар кез келген әлеуетті қарыз алушы келе алады. Ең бастысы жаңа айтып өткенімдей, жаңа несие тарихы жақсы болған абзал, қарызы өткен, мерзімі өткен қарызы болмау керек. Сосын жаңағы ешкімді бөліп жармаймыз. Иә, бөліп жармаймыз ешкімді. Иә, кез келген кісі жаңа алады. Сосын жаңағындай, енді жаңа Алтай ағамыз айтқандай, өзінің жаңағындай несие тарихын жаңа жақсы ұстау үшін бұл кісілерде жаңағындай уақытылы төлеп не қылады. Сол себепті біз жаңағындай келесі қараж алған кезде уже жеңілірек болады. Сосын тағы бір айта кететін нәрсе, бұл енді оңай дүние болғанымен бұл жерде енді өзінің жаңа талаптары бар. Несиені мақсатына жұмсау керек. Яғни мысалы егін егуге алдың ба, осы толығымен егін егуге жұмсауың керек. Басқа мақсатқа жұмсауға болмайды. Трактор алуға алдың ба, онда трактор алуға жұмсауың керек. Яғни бұл жерде жаңағындай біздің тарапымыздан тексеру болады, несиені мақсатты қолданғаны. Яғни несиені алып, оны мақсатын қойып, уақытылы қайтарсаң, бізге жаңағы одан жақсы адам жоқ бізге. Сізді енді мақсатына жұмсадым деп айтып отырсыз ғой. Әрине. Енді ол мен сізге бір қызық айтайын. Жаңа менеджер Виктория сұрайды. Алтай Сағынбайыш, не істеп жатсыз? Бидай өткізіп жатсыз ба? Ол да уайымдап жатыр. Тексеріп жатыр ғой. Жаңа қарашаның 29-ында мен жаңа кең даланы жау керекпін. Сол неге жазады? Не істеп жатсыз? Бидай өткізіп жатсыз ба? Әзірше жоқ. Соны ойлап сұрап жатырмын. Енді қазір баға болмай тұр, өйтіп жатыр, бидай сосын іздестіріп жатырмын деп сөйледім. Сосын келді да 3-4 күннен кейін тағы біледі. Сосын келді да бір күні жазыпты, жағдайыңыз қалай деп. Сосын мен айттым, бидай тасып жатырмын деп сөйдеген. Қуанып бүйтіп жатыр ғой енді. Сол келді да енді сосын жаздым, жаңа анау тапсыратын жерде жаңа шарт бойынша 200 тонна шығарам, 200 тонна түскеннен кейін ақшасын береді. Сосын 200 тонна шығарам, 200 тоннаның ақшасын береді. Сосын бір Құдайдың бергені, биыл бидайым мен өте жақсы не болды, сапасы жақсы болды. Қазір жаңа шыққан Хайпро деген бар, Хайпро деп айтады. Жаңа клейковинасы, показательді, сол 33 болып тұр. Негізі 30-дан биік болса, ол Хайпро болады, көрдіңіз ба? Жаңа Натура деген показатель бар, Натурасы 745-750 болып тұр. Ол Хайпроға жатады, көрдіңіз ба? Ең қымбат баға. Соны мен бардым да 200 тоннаны 95-тен өткіздім. Ендігі партия 200 тонна тасып жатырмын, бірақ 95 маған қиында болып тұр, 90-нан алайын деп сөйдеді. 90 да жаман баға емес бүгінге деп ойлап отырмын. Сол енді 1000 тонна бидай жатыр, 1000 тонна бидайдың бәрі Хайпро болып тұр. Мен айтып, тәңірім ризашылық осы беріп тұрғанына деп сөйледім. Ертең баға қандай болады? Қазір сөздің үстінесі ғой. Сол
бәріміз ризашылық болсын тасып тастайын деп ойлап отырмын. Өзім енді өзім мамандығым экономист қой менің. Сосын келдім де жаңағына жыл басында бизнес план құрастырамын. Мен не істеймін? Бәленбай тұқым кетеді. Бәленбай неге жанармай кетеді. Есептейсіз. Да, бәленбай жалақы төлеймін. Соны орысша айтқан статистика дейді ғой, соның бәрін есептеп, бәленбай менде ақша кету керек. Бәленбай ақша кетеді, а оны ақшаны мен қалай жабамын? Мен жаңа план құрастырамын да, жаңағы сол бойынша осынша өнім алу керекпін, осынша бағамен өткізу керекпін деп есептеймін ғой. Ана бағаны қалғанша қайтарып аламын. Маған хотя бы 20% рентабельность болу керек, ең аз дегенде, көрдіңіз бе? Сол жаңа есептеген кезде мен 80 теңгені есептегем да. Көрдіңіз бе? Осы жаңа шығындар бәрі шыққанда 80 теңгеден түссе, сонда менікі жаман болмайды екен жағдайым деп. Өзім 12 центнерді примерно қойғам да. Сол жаңа ойладым, енді мен 80 теңгеден үміттендім. Құдайым маған 90 теңгеден беріп тұр ғой. Тәуба, осыны өткізейін да, тиіш отырайын. Ол ақшаны басқа көктемге дейін басқа бір нәрсе жаратамыз, сол емес пе? Қазір барамда бүкіл жанармайды әкеліп қоямын, құйып қоямын. Жаңа соляркам бар, бензинім бар, қою майым бар. Одан барып жаңа тұқым жаңартамын деп отырмын. Ол басқа тұқым әкеліп қоямын. Мен сізге бір әңгіме айтайын тағы арасында. Баяғыда Ротшильд деген не болды ғой, Ротшильд па? Иә. Сол айтты. Действуй, когда все находятся в панике депті, көрдіңіз, сондай сөзі бар екен. Жұрттың бәрі қалып барысып жатқан кезде, ойбай, баға қандай болады, баға бүйтеді. Мен ақырғана сатып аламын да, қазір арасына тұқымды әкеліп сала қойын, арзан бағаға. Жақсын, сапасы жақсын әкелемін де сала қоямын. Жұрттың бәрі паника болғанда мен тұқым сала қойын. Жаңа малынды әкеліп қоямын да, тышқана отыра қоямын. Дұрыс қой, өзім есебім сондай, көрдіңіз бе? Сол жұмсайын да, әкелемін да, керегін әкеліп салып қоямын. Сонымен қалған ақшаны тағы басқаға жаратамыз. Жетпей жатса сіздерге келемін. Биыл қараша айынан бастап кең дала 2 бағдарламасы жаңағы өтінім қабылдау басталды. Бердіңіз бе? Өтінім? Әзірше берген жоқ, маған менеджер айтты. Осылай, қазір қарашадан бастап жазып жатырмыз, бәрін дайындап жатырмыз. Сіз қандай ойдасыз деп. Мен ана жылы ақшам төледім ғой. Ақшам төлегенде соны айтты. Мен айтып, қазір мен ақша бидайын өткізіп жатырмын. Бірақ мен келем дедім. Маған ешкімде 5%-ға ешкімде маған ақша бермейді. Ол ақшаны өзі жартатын орны бар. Ертең барамда соны ойлап тұрмын. Қазір барамда сол ақша удобрение аламын деп отырмын. Көрдіңіз бе? Соны барып жаңа удобрение сатып аламын да, удобрение саламын деп ойлап, өзімше сөйтіп ойлап отырмын. Негізі ол сұрайды менен қазір не бар ғой, жаңа менеджер сұрайды. Сіз мына ақшаны мен сізге берем. Сіз қандай шаруаға сіз оны қолданасыз деп сөйдеді. Қандай қажетіңіз ашайын деп отырсыз деп. Сонда мен былтыр алғанда айттым, мен жанармай аламын дедім. Биыл қазір мен айтам, мен маған неге керек деп, удобрениеға керек деп. Удобрение салу керек болады деп ойлаймын. Негізі қыс жұмсақ болады. Жердің ылғалы жақсы болады, удобрение ерейді, жақсы өнім алу керек. Мен мақсатым жақсы өнім алу керек, көрдіңіз бе? Беталына жұмыстап таңертең кешке дейін жүріп, ол кішкім олай жүргісі келмейді. Маған өнім алу керек, жақсы өнім алу керек, сапасы жақсы болу керек, көрдіңіз бе? Сосын сол себептен сүттен жаңағыдай 186 мың теңге артық төлесем, Құдай сақтар, сол емес пе? Удобрение салсам, маған жоқ дегенде 2 центнер, 3 центнер болсын. Қосса 1000 гектардан 300 тонна. 300 тоннаны қашаға бағаласаңыз, осы 27 миллион болып тұр ма? 186 мың теңге қайда, 27 миллион қайда? Солай ғой. Дұрыс. Махамбет мырза, енді қазір филиалдың алдында қандай жоспарлар тұр? Нендей жаңашылдықтар күтіп тұр? Алтай ағамыз отыр. Мүмкін бір жаңағыдай ақыл кеңес бар шығар, жөн сілтейтін бағыт бағдар бар шығар, айта кетсеңіз. Негізі аграрлық несие корпорациясының басты миссиясы осы ауыл шаруашылық тұрғындары мен ауыл шаруашылық тауар өндірушіне қаржы, жаңағындай қолжетімді қаржы беріп, осы еліміздің жаңағындай жаңағы продовольственный безопасность дейді ғой, соған азық-түлік қауіпсіздігіне өзіміздің жаңа үлесімізді қосу болып табылады. Бұл енді қазіргі таңда біз осы қараша айының бірінен бастап кең дала 2 бойынша өтінімдерді қаржыға қабылдауды бастадық. Және де жаңағындай
енді агробизнес бойынша біз жыл бойы қабылдаймыз, оған кез келген уақытта ақша бар. Енді мынау жұмысты оңтайландыру бағытында жаңа агронесие деген өтінімді онлайн беру жаңа тетігі іске қосылды. Яғни кәсіпкер өзінің жаңағындай несие ала алатын, ала алмайтын күмәнданып тұрса, бірінші сол жаңағындай онлайн өтінім беріп көреді, ешқайда бармайды компьютермен. Ол жерден жаңағыдай предварительное решение дейді, жаңағы алдын ала жаңағы шешімін шығарып береді. Содан кейін барып уже құжатын дайындай бастайды. Вот енді жаңағы Алтай ағамыз айтқандай, басында жаңағы ойландым деп тұр, сол сияқты ол кісілер уже ойланбайды, жаңағы бірінші көреді онлайн, өтінім жақсы өтіп жатса, барады да уже құжаттарын жинай бастайды. Сондай бір тетік бар. Және де енді біз енді қазіргі таңда және алдағы уақытта осы істеп жатқан жаңағындай шаруаларды жалғастырамыз. Жылдан жылға қаражат өсіп жатыр. Бөлініп жатқан жаңа өзім айтып отқан былтырғыдан биылға қарағанда 1,5 есеге дейін қаржы жаңағындай бөліну көбейіп жатыр. Осы бағытта жұмыс жасаймыз ары қарай. Мен айтайын деген, халыққа айтайын деген сөзім. Ешкімге үкімет қарсы емес. Ақша алам десеңдер, кәсіп істейін десеңдер, өндірем десеңдер, егін еге, мал ұстаймын, қандай шаруашылықпен айналысам десе, ешкім қарсы емес. Алыңдар, істейіндер. Маған да ешкім мені жаңа қинап сеткізген жоқ. Өз бетімнен келдім, істедім, менде ештеңе жоқ болған. Алдында центр кредит алып жүргем, ақша алдым, істедім, өндіріп, осы дәрежеге жетіп отырмын. Кім кез келген адам, Қазақстан азаматы ақша алып жұмыс істеуге жұмыс істей алады. Сол сіздерге неге құлақтарыңызға алты сырға дейді ғой. Осылай. Түсінікті. Енді барлық шаруаларға сіздің жолыңызды берсін деп тілейік. Көп рахмет. Махамбет мырза, сізге де көп рахмет уақыт тауып келгеніңізге. Қадірменді көрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Аграрлық несие корпорациясының YouTube арнасында келесі көріскенше аман сау болыңыздар.